Астана әлемдегі ең жас астаналардың бірі саналса да, бас қаланың бастауы мыңжылдықтармен есептеледі. Сөзіміздің дәлелі елорданың іргесінен табылған орта ғасырлық Бозоқ қалашығы. Бұл енді Бозоқтың ашылуы бір ерекше бір біздің мәдениетімізде, тарихымыздағы құбылыс болды. Жаңа астанамыз тек қана жай бос жерде ғана пайда болған жоқ. Бұның тарихи сабақтастығы сонау көне заманда. Енді орта ғасырдан ары қарай мынаның айналасын қаза беретін болсаң, одан ертерек сақ дәуіріне дейін, одан да қола дәуіріне дейін кете береді. Өйткені мына жердің өзі адамның тіршілігі үшін қолайлы, әсіресе бақташылыққа, мал өсіруге деген өсіру үшін қолайлы жер ғой. Су мол, шөбі мол. Бозоқ ескерткіші хронологиялық тұрғыдан әр түрлі кешендерден тұрады. Ежелгі түрік ғибадатханасы, орта ғасырлық қалашық, алтын орда кезеңінің қорымы, тұрғын үйлер мен қыстаулар және суару жүйесі. Бозоқ қалашығы біздің Сарыарқа территориясында қалалық мәдениет, урбанизация болғанын дәлелдейді. Адамдар орта ғасырда осы жерде тек қана мал шаруашылығымен емес, жер игерумен айналысқанын, және де басқа да қолөнерлермен айналысқанын, мысалы Бозоқ қалашығында диірменнің қалдықтары табылған, қыш ыдыстары көбінен табылған. Сарыарқа төсінде озық өркениет болғанының тағы бір айғағы ПТға ескерткішінен табылған мына орта ғасырлық құмыра. Бұл жай ғана жәдігер емес. Археологиялық қазба жұмысы барысында табылған құмыраның ішінде қоңыр түсті сұйықтық сақталған. Сараптама бұл сұйықтықтың табиғи битум, яғни мұнай екенін анықтады. Мұнайды кәдімгідей өндірістік сипатта пайдаланған. Оның қасиетін, физикалық тұрғысының сипатын бәрін білген. Тар топырақтан жасалынған кірпіштерді күйдіріп, кәдімгідей қызыл кірпішке айналдырған болады. Бозоқты атақты ғалым Кемал Ақышев бастаған археологтар тобы 1998 жылы тапты. Содан бері мұнда зерттеу жұмыстары жалғасып келеді. Бұл Еуразияның далалық аймағындағы отырықшы мәдениет ескерткіштерін зерттеудің ең ірісі. Бозоқ қалашығы елордамыздан батысқа қарай 6 километр шақырым жерде Бұзықты көлінің шығыс жағалауында орналасқан. Бозоқ деген мағына ол көне термин деп айтуға болады. Оғыздардың екі қанаты болған, учуки деген, бузуки деген. Учуки деген ол шығыс қанаты, бузуки деген ол мына батыс қанаты. Сондықтан мына бузук деген термин мына көлдің гидронимында нақты сақталған. Ғалымдар арасында осы Бозоқ ашық түсті оқ деген мағына береді. Осындай тұжырымдар тараған. Бозоқ қағанның әскери бекінісі ретінде салынған қыпшақтардың алғашқы ордаларының бірі. Қалашық Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды қолөнер мен сауда орталығы болған. Тарихи деректер бойынша мұнда қола мен күмістен жасалған бұйымдар, әшекейлер, былғары, қыш ыдыстар, асыл тұқымды жылқылар саудаланған. Шыңғыс ханның әскери жорықтарынан соң Бозоқ Қазақстанның басқа қалалары сияқты бос қалады. Ал Алтын Орда заманында діни ғұрыптық орынға айналып, Нұра есіл аймағын мекендеген ақсүйектер осы жерге жерлене бастайды. Көріп тұрғандарыңыз Бозоқ қалашығында 2002 жылы табылған моңғол кезеңінің әйел қабірінің реконструкциясы. Қазба барысында бас киімнің інжу моншақтары шашылып жатқан. Бұл бас киім моңғол кезеңінде бренд киім болды. Әйел тек қана осы әшекейлермен ғана қойылмаған, онымен бірге темірден жасалған қанжар, пикасы болды, және де күмістен жасалған ыдысы болған. Мәдениет және спорт министрлігінің Бозоқтың болашағына қатысты жоспар үлкен. Бүгінде көне қалашық аумағындағы 412 гектар жерде тарихи мәдени музей қорық құрылып, мемлекет қамқорлығына алынды. Бұл жер алдағы уақытта еліміздегі ең үлкен ашық аспан астындағы музей және ғылыми зерттеу орталығына айналады. Молодежь, визуалы. 1000 раз можно прочитать, послушать,
но другое дело увидеть. Бұл жалпы әлемдік деңгейде кең тараған құбылыс қой. Мысалы, көрші Қытайларымызда өздерінің Сиан қаласындағы Циншихуан дейтін комплексін алайық. Солардан кем емес біздің ескерткіштер бар. Сол деңгейде біздегі көрсете аламыз. Ауқымды жобаның құрылысы басталып та кетті. Әзірге қос қапталдан кіруге арналған алып қақпалардың іргетасы қаланып жатыр. Кіреберіс мұнаралар мен қорғандар сол кезеңдегі технология бойынша арнайы жасалған құрылыс материалдарымен қапталатын болады. Көріп тұрғандарыңыз осы қорғаныс қабырғасы, мынау кіреберісі 4 метр бетоннан құйып аламыз. Сосын барып көтерілгеннен кейін сыртын кірпішпен, сол бұрынғы технологиямен жасаған кірпіш қазір келістік. Сол кісілер бізге дайындап жатыр. Самая главная задача этого проекта – это первое – воссоздание древнего городища Бозок, тысячелетней предшественницы нынешней столицы Астана. Вторая задача – воссоздание исторических поселений. Они должны быть подчинены тем научным исследованиям, которые нам дали ученые. Ұлттық парк аумағында тек Бозоқтың ғана емес, сонау Ботай мәдениетінен бастап ұлы даланы мекендеген мемлекеттердің тарихымен, металлургия, қолөнердің қалыптасып, даму кезеңдерімен және басқа да қызықты деректермен танысуға болады. Тек қана туристер емес, енді басқадағы іскер адамдар да келеді, саясатпен шұғылданатын адамдар да келеді. Солардың барлығы, мысалы, мынау аэропорттан аттып, келіп өзінің шаруасын бітіріп жатқанда бірінші барып осыны көруге тиіс. Осыны көргеннен кейін бүкіл Қазақстан туралы жалпы мағлұматты осы жерден алады. Наша задача показать, как наши предки внесли свой вклад в степную цивилизацию. Жоба авторлары туристер үшін елордада бірнеше күн аялдауға себеп болатындай ауқымды бағдарлама дайындап қойғандарын айтады. Болашақта ашық аспан астындағы музей шетелдік қонақтармен қатар қазақстандықтар үшін де ұмытылмас әсер сыйлайтын тарихи танымдық орынға айналатынына сенімді.